Ассалаумағалейкум ардақты көрермен, эфирде Ақшам алаңы, студияда Үмбет Әлімемеш. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы. Еліміздегі білім саласына кімдер инвестиция құйып жатыр? Қалталы кәсіпкерлер мен меценаттардың рөлі қандай? Бүгін біз студиямызға Алматы қалалық мәслихатының депутаты, кәсіпкер меценат Мұрат Әділханұлы мырзаны шақырып отырмыз. Мұрат Әділханұлы, студиямызға қош келдіңіз. Саламатсыздар. Саламатсыз. Тағы да сіз мәслихат депутатысыз, қоғам белсендісіз. Бірақ жеке қалтаңызда мектеп салып, балабақша мәселесін шешіп жатқаныңызды біреу білсе, біреу білмес. Жалпы қайырымдылық жасау үшін қалталы болудың қаншалықты қажеттілігі бар? Әрине, өте адамды ойландыратын сұрақ деп ойлаймын, Үмбет Әлі. Жалпы меніңше қайырымдылық жасау деген басты әр адамның бойында өзінің түсінікшіл болады. Оған жаңағыдай тікелей қаражат жасап, қаражат үлкен болу, қаражаттың көбірек болуы, азырақ болуы да байланысты емес деп ойлаймын. Өйткені қайырымдылықтың әр жолы бар. Өйткені жай ғана бүгінгі өзіміздің қоғамда, мен ойлаймын, біздің қаламызда, жалпы елімізде қайырымдылық жасайтын азаматтар аз емес. Оның барлығын біз енді біреуін білерміз, біреуін білмерміз. Жалпы өйткені әр істің өзінің қайырымдылығы бар ғой. Бір іс кішкене ғана көршіге, кішкене ғана біреуге ақыл бергеннің өзі қайырымдылық деп ойлаймын, жалпы өз басым. Енді мен өзіме келетін болсақ, басты ұстам бұл барлығы тікелей отбасынан басылатын нәрсе деп ойлаймын. Менің бастығы ойым бала күннен бұл анамның берген ұқсауы, анамның берген ұстамы, сол кісінің берген тәрбиесі, тәлімі. Өйткені білімге бізді құштар еткен біздің анамыз. Әкеміз өмірден ерте өтті дағы, анамыз әрқайсымызды, көп балалы отбасымыз, әрқайсымызға жеке-жеке дара ақыл беріп, ой сана беріп, білімге деген құштарлықты, қоғамға деген құштарлықты бізге жеке бойымызға, мен ойлаймын, жалпы бәрімізге жеке айтқанымен, бірақ ортақ тікелей сондай бір тәлім-тәлімі тәрбие берген анамыз болатын. Соған байланысты мен ойлаймын, менің басты ісім сол бала күннен осы білімге деген құштарлығым сол үйден, отбасынан пайда болатын болса, кейін ержете келе өзімнің осы іс шаруамды кәсіпкерлікке өзімнің басымды бұрып, өмірде осындай жоба жасай алатынымды, іс әрекетке мүмкіндігімнің барлығын, сол жинақтаған білімдерімнің барлығын түйіндей келе жата, өзінің шешіміміз осыдан басталды. Өйткені бірінші ол қайдан болады? Жаңағы ауылда өсіп өнгеннен кейін, өзіңіз білесіз, ауылда жаңағыдай оқуға құштар азаматтар аз емес. Білімге құштар, спортқа құштар, елін, жерін сүйетін азаматтар, жастар аз емес. Олардың барлығына соларды көре, ести өскен азамат ертінде осы қаламызда да ондай азаматтар аз емес. Білімге құштарлық. Оларға да жақсы жаңағыдай, неге? Мысалы, өзіңіз білесіз, сырт елге барады. Көп балалар, ата-аналар қазір ойлайды, жалпы мынау сырт елден, Ресейден, басқа да көрші мемлекеттерден, анау Европа дамыған мемлекеттер деп айтып жатырмыз. Жалпы мен ойлаймын, олардан да оларды шет жағасын көріп жатырмыз ғой қазір. Білеміз. Ондай мүмкіншілікті бізде өзімізде жасауымызға болады. Одан артық болмаса кем болмайды. Медеу ауданында ашылған нөмір 168 мектепке анаңыздың аты берілді. Бұл енді сіздің әр сөзіңізден анаңызға соншалықты құрмет білдіретініңіз көрініп тұрады. Жалпы сіздің анаңыз өмірде кім болды? Әрине, әр адам өзінің анасын ұланаты мәртебе етеді. Менің анам деген, менің өмірімде ол кісі қоғамдағы орны бір бөлек. Біздің отбасымызда ол кісінің рөлі өте бөлек. Өйткені ол кісі жастайынан жесір қалып, 10 баланы өзі тәрбиелеп, өсіріп, әрқайсына білім беріп, жоғарғы білім оқуын беріп, жол сілтеген ана еңбек ардагері. Күндіз түні әр саланы қамтыған, сол кезде өзіңіз білесіз, кеңес одағында қоғамда орын алу деген өзі бір ерекше уақыт болатын. Ол кісі әр саланы қамтыды. Жаңағы білім жоласында
өзінің мүмкіншілігінше сол уақытта алған білімінің барлығын баланың тәрбиесіне, мектептің айналасындағы көп жұмыстарды үлкен оймен, үлкен көңілмен сондай іс әрекетке ортақ болған кісі. Оның үстінде ауыл шаруашылығы, басқа да шаруашылықтарда терең еңбек ардагері болған. Еңбек ардагері болған кісі. Оның үстінде жаңа айтып кеттім, отбасымызда ол кісінің әкелік, аналық, даналық барлығын басын қосатын сол кісі болған. Сіз енді айтып отырсыз ғой, әкемізден ерте айырылдық, барлығын анам өсірді, анам жасады деп. Жалпы қайырымдылықпен айналысып жүрген кез келген ер азаматтан сұрайтын болсақ, бала күнінен өмірдің қиыншылықтарында, тәттісінде, ащысында сезініп өскенін айтады. Сіз бала күніңізде не армандайтын едіңіз? Не нәрсе сізге жетіспеген? Енді бүйтіп қарап тұрсаңыз, арман деген ол ұғым үлкен терең деп ойлаймын жалпы. Өйткені бала күнде нені армандамайсың? Қарап тұрсаңыз, біріншіден әрине бірінші ойымыз ер жету. Ер азамат болу. Анамыздың күндіз-түні еңбек етіп жатқанын, еңбек жолында істеп жатқан істерін, отбасымызда істеп жатқан еңбегінің барлығын көре тұра, сол кісіге бірінші мүмкіншілігінше сол кісіге қолғабыс ету. Сол кісіге қолғабыс қалай істейміз? Соған бір көмек жасау. Сол анамыздың бір жағынан шығып, сол кісіге қызмет ету деген басты ойын болатын. Ер жете келе, әрине, ол кісі соның барын көре тұра, сондай басты нәрсенің біріне тұра, жалпы бізге білім жолын қолауды нұсқап еткен болатын. Анаңызда білім жолын қолауды нұсқады. Сізде білім саласына қазір мүмкіндігіңізше инвестиция қойып, көмек білдіріп жүрсіз. Танымал кәсіпкерсіз, бірақ мүмкін біреулер айтатын шығар, егер ақшам болса мен де солай істер едім деп, бірақ ақшасы барлы адамдарды білеміз, бірақ олай істеп жатқан жоқ. Сіз осы білімге не мақсатта инвестиция қойып жүрсіз? Өте жақсы орынды сұрақ деп ойлаймын. Жалпы енді өзіңіз қараңыз, енді білім біз әр адамның, жаңа айтып кеттім ғой, балалық күннен бастап қоғамда орын алу деген, қоғамда өзінің орнын алу үшін әрбір адам бірінші білім алу керек. Сол бірінші білімгер адам жақсы, бұл бірінші тәртіпке шақырады. Жақсы білімі бар бала қоғамға орны ерекше бір орын алады болашақта деген оймен. Біздің қазір өзіңіз білесіз, рухани жаңғыру елбасымыздың саясатының қазір жалпы қарап тұрсаңыз, ауылда мен енді көп нәрсені ауылға тікелей байланыстырамын. Жалпы өйткені өзіңіз қараңыз, сол жастық шағым, балалық шағым ауылда өскенмен, кейіннен енді ер жеткеннен кейін Алматы қаласында өстік, осыдан білім алып, сол кезде бүйтіп қарап тұрсаңыз, салыстырмалы уақыт. Сол салыстырмалы уақытқа тікелей қарап отырсам, қазіргі қаншама жастар ауылдың, қалаға барсам, қаладан армандары, қалаға барсам, қалада жақсы білім алсам, арманның бәрін қаламен байланыстырады деп ойлаймын. Өйткені өз басым сондай болып өстім. Өйткені қалаға барсаң, қалада жақсы білім береді, білім ордасы бар, жоғарғы оқу орнынан аласың, одан аратай өзің біліміңе байланысты жаңа қоғамнан бір орын аласың. Деген ойлар, мен ойлаймын, әрбір жасты, әрбір азаматты мазалайды. Әрбір ата-ананы да мазалайды. Сол жолында мен бірінші Алматы қаласында бұл мектеп қабырғасын салудың басты масаласы да мен ойлаймын, жалпы мен өзіңіз білесіз, жаңа айтып кеттіңіз, Алматы қаласы мәслихат депутаты. Сол депутат болардың өзіміздің кандидатымызды сұнған кезде мынау округ дейміз, жалпы округтарда, қоғамда округтарында адамдармен кездесіп, жаңағы өзіміздің ұсынысымызды ұсынып, бағдарламамызды ұсынып, сол бағдарламаның аясында қандай іштер ойлаймыз, қандай істер істейміз, қандай осы қаламызға, қандай біздің көмегіміз, осы мәслихат депутаты болсақ, осындай ойларымыз бар. Не істей аламыз деген ойлармен жаңағыдай бөліскен кезде, осы өзіңіз білесіз, Көктөбе Ақшам ауылы, мынау Медеу ауданында, мынау Әл-Фараби айналма жол салынған кезде 168 жыл мектеп бұзылған екен. Бұл мектеп бұзылған кезде, жолы салынғаннан кейін 800-900 жылдай бұл мектеп болған жоқ.
Ол мектепті 9 жылдай бос жер болған жоқ. Ол жердегі мектептегі балаларды 168 жыл мектептің балаларының барлығы әрбір ауданымызда, қаламызда әрбір ауданға мектепке бөлініп кеткен екен. Ұстаздар жұмыс басқа мектептерге ауысып кеткен. Оның үстінде жаңағы біреу алысқа, біреу жақынға деген сияқты мүмкіншіліктері барынша әрбір мектепке ауысып кеткен. Сол кезде көп ата-аналардың ұсынысы, хаттама, жолдамалары өте көп болды. Соның айналасында мен айтқан болатынмын, өз ұсынысымызды болашақта енді мәслихат депутаты болып жатсам, осыны қолға алуға мен де кірісіп көрейін деп. Соның айналасында осы міне мәслихат депутаты болдық. Сол халықтармен кездесу басында енді бұл әрине бұл сұрақ тікелей ойымда, көкейімде жүрген сұрақ болатын. Сол сұрақтың айналасында өздеріңіз білесіз, мынау үкімет пен жеке кәсіпорын серіктестігі елбасы аясында бұл жобаны мен қолға алуға өзім кірістім. Сол жобамен Алматы қаласы әкімі Бауыржан Қыдырғалиұлына арнайы кіріп, осы ұсынысты ұсынған болатын. Жаңағы үкімет пен жеке кәсіпорын аясында осындай жобамыз бар, осы мектепті қолға алсақ. Қала жағынан тарапынан жаңағыдай жер, су деген сияқты басқа да мәселелерді қолға алса, мен өзіміздің қаражатты салып, сол қаражатты бөлісіп, осы мектепті салып, болашақта үкімет осы қаламызға берсек. Осы жердегі Ақшам ауданындағы балалардың бәрін осы мектепке қайтарсақ, осы жердегі ұстаздардың барлығын осы мектепке қайтарылып, сол мектеп жаңа тарапта орын алса, қаламызда меніңше өте жақсы іс болар еді деп, осындай ұсынысымды Алматы қаласы әкімі Бауыржан Қыдырғалиұлына мыңда бір рахмет, сразу бір дегенде қолдап. Жобаңыз сәтті жүзеге асты. Жобамыз сәтті уақытта жүзеге асып, міне қазір қарап тұрсаңыз, бірінші түлектер өткен жылы түлектер шықты. Бәрекелді. Қайырымды істі көп жасайсыз, бірақ оның барлығын жария қылғыңыз келмейтінін көп адамдардан естідім. Бір кезде алтын жүрек сыйлығын алдыңыз. Өзіңіз қаншалықты алтын жүректімін деп ойлайсыз? Өзіңізге өзіңіз баға бере аласыз ба жалпы? Енді менің жалпы ойлаймын, әр адамның менің енді басты міндетім, өмірдегі қағидам, адам болып өмірге келгеннен кейін адам болып кету. Менің тікелей осы бәленше жұмыс жасап, жария етіп, мен бәленше мәртебе етіп, мақтан ететін тұтайын деп жүрген ісім жоқ. Ондай одан аулақпын. Өз ойымның барлығы біріншіден тапқанымыздың барлығы осы қаладан, елімізден тауып жатыр. Если пайдамыз болып жатса, ол пайдамызды ешқайда арқалап алып кетіп бара жатқан жоқпыз. Қайтадан елге беріп жатсыз. Қайтадан елге беріп, қаламызда осындай жақсы халыққа игілікті істерге соның бәрін жұмсап жатқанымызды мен ойлаймын, жалпы енді қоғам өзі бағалар, көрер, айтар, ал менің өз басым оны мақтан етіп, осыны жариялауды өзім аулақпын. 2 күн бұрын ғана елімізде үздік ұстаз 2018 байқауы өтіп, мықты үздік деген педагогтар анықталды. Бұл енді мемлекет деңгейіндегі құрмет, ал одан да биік бағаны беретін халық. Біз қазір ұстаз деген адамды қаншалықты құрметтеп жүрміз? Енді өзіңіз тікелей осы салаға араласып жүргеннен кейін білесіз. Әрине, мен ойлаймын, жалпы ұстаз әрбір азамат үшін ол өте қымбат. Мен үшін үлкен мәртебе. Өйткені әр адамның өмірде болады ұстаз әртүрлі, әр саладан. Мектепте қабырғасында аптеп әліппені өткен бір ұстазыңыз болады. Одан жоғары келер өмірлік ұстаздар бар. Әр саланы, қай саланы өзіңіз білім алып қоғамда өзіңіздің жаңағы жан дүниеңізді, жаңағы экономика ма, заңға ма, басқа да салаға, қай саланы қабылдайсыз, сол салаға да мен ойлаймын, жалпы үлкен ұстаз болады, өмірлік ұстаз болады. Тікелей білім берген ұстаз болады. Оның үстінде жаңағы өмірлік өзінің жаңағы іс-қимылымен үлгі ретінде ұстаз болады. Мен ойлаймын, өмірде менің ондай ұстаздарым жеткілікті. Сол ұстаздардың арқасында қай бір ұстазымды арап қарасам да, барлығын айтып аттары ұзақ жатпай, сондықтан әрбір ұстазымды өзімнің ол кісілердің барлығы жақсы біледі. Өйткені ол кісілердің бәрін сый құрмет етемін. Сол кісілерге қарап, ол кісілердің қайырымдылығы, елімізге деген еңбегі, мен ойлаймын, молшылық. Ол кісілердің бүгінгі түлектері, әр саланы қамтыған азаматтар. Сондықтан менің ойымда сондай қазіргі жастарға ұстаз деген кім? Ұстазды қалай құрмет ету керек? Ал ұстаздың балаға деген жаңағы тек қана қағаз жүзінде жаңағы 45 минут уақытында емес, ал өмірде жаңағы отбасынан алған тәрбиеден
өмірлік тәрбиені көрсету жолында, оның үстінде жаңағы білімге құштарлығын, ұстаздың өзінің жаңағы үлгі ретінде болып қалуы, қалыптасуын, жаңағы түлек пен ұстаздың арасында қарым қатынасын, ерекше махаббатын, бір-біріне деген сый құрметін, осы жолында мен өзім біраз жұмыс жасап жатырмын десем артық болмас. Мектеп оқушылар арасында ана тілі ардағын байқауын ұйымдастырып, және оған демеушілік білдіресіз. Бұл неден туындаған бастама? Енді өзіңіз қараңыз, жалпы қазір балалар, жастар, ана тілі. Бәр нәрсе бірінші өзіміздің ана тілден, анамыздан басталады, отбасынан басталады, тәрбиенің барлығы. Жастарымызға қазір қарап тұрсаңыз, біз айтамыз, мына мүмкіншілігінше қазақша сөйле. Сый құрмет, үлкенге, мынау салт дәстүр, тәрбие барлығын енді біз тек қана бір ауыз сөзбен ғана айтып кете алмаймыз ғой. Оның барлығын енді іс әрекетін іс жүзінде көрсету керек. Ал іс жүзінде көрсету үшін жаңағы мен бұл жобаны балаларға деген мындай ойымды мынандай жолмен бастаған болатым. Болашақ ұстаз таңдау. Жастарды мектепте биылғы мынау өткен жылы 20 түлекке арнайы өзіміздің стипендияны тағайындадық. Алматы жүлдегер болған. Педагогика университеті арқылы келісіп, сол кісі Алматы педагогика университетінің қолдауы бар. Өзіміздің біздің жеке тараптан өзіміздің қаражатын бөліп 20 студентті, 20 түлекті именно ұстаздық ұстазды болам, ұстаздың мамандығын игерем деген азаматтарды шақыру жолында осы жобаны бастаған болатынбыз. Ол жоба, мен ойлаймын, біріншіден жаңағы жеке орын, бір жақсы орын алып десем артық болмайды. Өйткені 200-дай түлек қатысып, оның үстінде жаңағыдай үздік болып шыққан 20 жаңағы түлегіміздің 12-сі ма, 11-і ма ұстаз болам деген маманды қабылдапты. Бәрекелді. Рухани азық қайдан аласыз? Енді рухани азықты өзіңіз білесіз, жалпы күнделікті мынау жұмыста. Өйткені күнделікті істеп жатқан ісімнің барлығы, мен ойлаймын, маған үшін күш қайрат береді, өзіме ақыл ой береді, кеңес береді. Әрине, әрбір жобаны істеу деген өзіңіз білесіз, оның барлығына әрқашан ауқат керек, күш қайрат керек. Оның барлығы осы жобаларыма, әріптестеріме қарап, күнделікті істеп жатқан ісімді, қоғамға істеп жатқан, соны мынау жаңағы айтып кеттім ғой, балалар, ұстаз, мектеп айналасында, балабақшада болып жатқан мына жас сәбилерге жеке барып тұрамын. Өйткені 125-ші балабақшаны өзіңіз білесіздер. Осыдан 3 жыл бұрын салынған балабақша болатын. Ол қалаға желтоқсан бірінші күні тапсыр еткенбіз, 15-ші жылы. Сол заң бері қаратай ол балабақшада болып тұрам. Ол маған рухани күш қайрат береді. Қазақ әдебиеттерін оқисыз ба? Әрине. Кімдерді? Жалпы қазақ әдебиетін оқымай, енді оған көңіл көп көреміз. Шәкәрім, өзім жақсы көрем. Абай енді қарап тұрсаңыз, Байтұрсынов, біздің ұлы дана жазушыларды өткенімізді оқымай, олардың жаңағы жүріп өткен жолын көрмей, соларды еске алып отыра, қандай кезеңде өмір сүрсе де, бүгінгі қоғамда ерекше жазғап кеткен жазуларының барлығы, қолтаңбаларының барлығы бүгінгі өмірге бізге өте мынау өте үлес береді, елес береді, бір ақыл ой береді. Әрбірінен мынау Есенберлен көшпенділер мен қарап шығам, көп нәрселерді әрине сол кісілердің жазынба қолтаңбаларынан да өзіме ақыл ой кеңес аламын деп ойлаймын. Көп істеп жатқан шаруаларыңыздың барлығы ұлттың игілігі үшін. Ал өзіңіз ұлттық код дегенді қалай түсінесіз? Енді оның түсінігі мағынасы, мен ойлаймын, әрқайлы болуы мүмкін әр адам. Бірақ менің үшін жалпы менің ойым, жаңағы айтып кеттім, үстінде істеп жатқан істерімнің барлығы оң болып жатса, оны қоғамға жаңағы өзінің пайдасы тиіп жатса, оның жаңағы жастарымыз барып, болашақта ертеңгі, бүгінгі бала ертеңгі ел тірегі дейді ғой. Сол сияқты менің өзімнің басты балабақша, мектеп, басқа да жолының барлығы біздің мынау елбасымыздың тікелей бүгінгі істеп жатқан жолдамасының айласында әр іс. Өйткені мен одан жаңағыдай пайда тауып, басқа да өзім үшін бір құрмет ету жолында емес, тек қана
осы жерден менің бар пайдамның барлығы өзімнің ойым. Сол жерден шыққан түлек болашақта елімізге жақсы тірек болса, сол әрбір саланы қамтыған азаматтар шығып жатса, мен ойлаймын ең үлкен біздің жеңістігім, жеңісіңіз сол болады. Жеңісім де, пайдам да, басқам да сол деп ойлаймын. Сондықтан мен жерде әрбір қазақтың баласын тек қана сол жерде шығып жатқан, оқып жатқан өзім кездесуде жиі болып тұрамын, мектепте де, балабақшада да болып тұрамын. Сонда да әрбіріне тек қана тілейтінім осы жағы болашақта елбасымыздың мынау істеп жатқан жолын, саясатының алға қарай жалғастыратын жақсы азаматтар шықса екен деп ойлаймын. Мен осындай түсінемін деп ойлаймын. Мұрат Әділханұлы, студиямызға келгеніңізге көптен көп рахмет. Жақсы сұхбат болды. Рахмет сіздерге. Мықты шәкірттеріңіз көп болсын. Әумин. Құрметті көрермен, бүгін біздің студияда Алматы қаласы мәслихатының депутаты, кәсіпкер меценат Мұрат Әділхан мырза болды. Аман сау болыңыздар.